Söyleyeyim desem söylегім келмей тұр. Кім айтады? Бүгін мына екі қызбен сабақ оқимыз. Көркеммен әдемі. Кімді біреу? Әдемінің ручкасы бітіп қалыпты. Біз мынандай көп пастамен ручка алып қойғанбыз, иә, әдемі. Мынаны мусорға тастаймыз. Ал мынаны саламыз. Басын алып тастаймыз. Екіншісінде де жоқ па? Да жоқ па? Бітті ме? Сап қойдың бұл же? Бар екен ғой. Сап қойдың ғой. Да, екеуін мусорға таста. Мама, тоқтаңыз. Мынада кішкене бар екен ғой. Тастай берсін. Мынаның қақпағы бар екен. Салып, жинап қояйық. Так, әдемі күнделігіңді әкел. Жоқ, мен әдемі. Көркем деген біздің күнде безі келеді. Онан қарасыңдар. Күнде 10 балл. Бүгін просто бөтен мұғалім беріпті. Содан бағала алмай қапты. Молодец қой көркем деген. Мама, менің бағаларымды. Әдемінің бағасынан құр қалып қалмайық. Сендер бірінші сынып қой, міне бұларға мынандай звездочка қояды. Бірінші сынып бағаланбайды ғой әлі. Сенің күнделігіңнің түрі бар болсын, міне. Әдеміде негізі жақсы, 5-пен оқиды. Апай мақтаған. 5-тер, міне. Міне. Молодецсың ғой сен деген. Так. Үй жұмысына не берді? Үй жұмысын жазып алайық. Оқа алма үшінші жаттығуды. Буындардан сөз құра. Кірпі, балық, аққу, торғай, күшік. Молодец. Математикаңды шығар енді. 35-ші бет, 4-ші есеп. Көк жанағы ұшсай. Мына кісіге біз қарамаймыз, өзі оқиды сабағын. Не істеп жатыр, не жазып жатыр білмейміз да. Көк жанағы. Үй жұмысы 4-ші есеп. Әдеміні қадағалап отыру керек. Жома. Кет. Руслан, мен шығам. 100 алу 30, және одан шыққан санды 70 аласың. Қанша 100-ден 30 таптасың? 70. Енді 70-тен 70 алсаң қанша? 70-тен 0. Жаз 0 деп. Жазса енді дұрыс қой. 70-тен жазсаң? 0 дейсің ғой, енді дұрыс қой, 70-тен 70 алсаң. 90-нан 20 ал. Келесі 90-нан 20 ал. 90-нан 20 ал. 90-нан 20 алыпсың 70. 70-тен, 70-ке 30-ды қоссаң. 70-ке 30-ды қоссаң 100. Жаз 100 деп. Көркем шеш сыртқы жемпіріңді. Тоңып тұрсын ба?
Келесі есепті өстіп ары қарай бәрін шығарып шық. Сыға қосылған 70-тен мен. 70. Енді 70-ке қаншаны қос деп тұр? 20-ні. Қос. Нұрали, сен сабақ оқымай телефон ойнап отыра бересің бе? Ама ол қосылған қайтып 20-ні қоссам. Сен? Кім? Давай таста телефон, сабақ оқы. Әдемі саған көркем жазуды, әдемің, ой, әдемің емес. Жазуың әдемі болсын, күшті болсын деп береді. Сен асығып не жазып отырсың, айдақ-сайдақ қып. Әдемі, мал сізге ұнамаса мал ұнайды. Өзіңе ұнай ма? Иә, сізге ұнамас. Үшінші халава шаруа побой. Бибик. Микрофон керек. Мұрфатта дыбыс жазу үшін программа терезе. Жүгіре жөнеліп сол болды. Сөйтсең жазама не? Как көрем, салапымен мұғана қарап бар. Енді 24 3-ке бөлсем қанша екен? 24-ті 3-ке бөлсем мен бұрылып та қарамадым. Қадыров есіктен жүгіріп шығады. Кеттім турникке сүйреніп жылмия қарап. Болдың ба оқ? Мен де осы сабақ қана, мама. Бұлар сабақ оқып болғанша шаршап кетемін. Қазақ тілі 65-ші жаттығу 30-шы бет. Қараңыз.